Сәлем, әлем, арудың әлеміне қош келдіңіздер. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, осы 4 пакетик жап-жаңа, және де бұл пакетиктің аты Технодом. Мысалы, бұл пакетиктің ішінде Технодомда не сатып алуға болады, соның бәрі бар. Ал мен видеоны көп созбай бастаймын. Өздеріңіз білетіндей, мен осы пакетиктерді таңдаймын. Сумка. Бәрі әдемі, өте әдемі, бірақ ең әдемісі осы көк. Қараңыздар. Менің холодильнигімде не бар? Біріншісін ала берейік, себебі бұның бәрі бірдей, ал холодильникте не болатынын бірге көреміз. Менің телефонымда қандай программа болады? Тоже бірдей, ал мен ең соңғысын аламын. Технодом. Бұның да бәрі бірдей. Үшіншісін алайық. Пеналында не бар? Тоже көкін алайық. Бүгін мен көктің бәрін алайын деп тұрмын. Қыздар мен ұлдар подаркасын алмасады. Тоже бірдей. Так, как всегда, менің каталогым ортада. Ал ашайық. Мінеки. Арудың әлемі сумкасы өте күшті. Так, алдында бізге осында AirPods шыққан, ал қазір біз бірге білетін боламыз. Міне біздің көк сумкамыз. Вау, достар, антисептик. Достар, бұны біз Айша екеуміз салдық. Неге қараңыздар, мен мына жерге жабыстырдым. Өте әдемі шықты. AirPods пен антисептик. Сумкамызды жауып, келесі бетке барайық. Так, қыздар мен ұлдар өзінің подаркаларымен алмасады. Мінеки бірінші. Мінеки қыздарға осындай қонжық шықты. Ал ұлдарға осындай PlayStation шықты. Көк, әдемі. Так, бірінші қыздардың подаркасын ашайық. Неге біздің золотой қонжығымыз? Ал енді осындай PlayStation'ды. Мінеки. Достар, Айша екеуміздің еңбегімізді бағалап, лайк басып кетіңіздер. Ал біз келесі бетке барамыз. Так, менің холодильнигім. Алдыңғы видеодан сүт пен кефир шыққан. Ал қазір бізге осындай колбаса. Және де осындай жұмыртқа. Мінеки мына жерге. Бірінші біздің жұмыртқамызды ашайық. Мінеки жұмыртқамыз дайын, ал енді колбасамызды жабыстырайық. Міне. Ал енді холодильнигімізді жауып, келесі бетке барамыз. Вау, достар, қараңыздар. Осындай сызғыш түсті.
мінекей бұны мына жерге жабыстырамыз. Біздің сызғышымыз дайын. Қалай, сіздерге ұнайды ма? Келесі Play Market. Бізге YouTube программасы шықты. Мінекей. Келесі біздің жаңа каталогымыз Технодом. Біздің Технодомымызда не бар екен? Біздің Технодомымызда осындай мінекей компьютер шықты. Мінекей бір жағынан. Қараңыздар, қандай әдемі біздің компьютеріміз. Достар, біздің каталогтарымыз аяқталды. Ал енді бәрін сіздерге басынан бастап көрсетіп шығасың. Менің сөмкемде тек қана антисептик пен AirPods бар. Келесі видеода қандай зат шығатынын бірге көреміз. Қыздар мен ұлдар өзінің подаркаларымен алмасады. Достар, негізінде менде өзіме осындай қонжық алғым келген, ал Мұхамеджан өзіне осындай джойстик алғысы келген. Мінекей. Так, менің холодильнигімде тек қана сүт, кефир, жұмыртқа және де колбаса. Достар, мен осы жұмыртқаны өте қатты көп сағат істедім. Себебі бұл маған қиын болды, сондықтан да лайк басып кетіңіздер. Келесі бізде менің пеналымда не бар? Менің пеналымда тек қана қазір ручка мен сызғыш. Так, достар, біздің установить ететінімізде тек қана Telegram мен неке осындай YouTube бар. Негізінде мен Telegramды көп қолданбаймын. Мен тек қана ол жерде музыка тыңдаймын, болды. Ал YouTube'дан мен өзімнің видеомдарды қараймын, өзімнің подписчиктеріме комментарияларына жауап беремін. Сондықтан да мен YouTube'пен көп жұмыс жасаймын. Так, біздің Технодомымыздан біз тек қана компьютер сатып алдық. Және де бұл жерде B3 деп жазылып тұр. Бізде бәрі бар. Бізде бар-барынасына жазылып кетейік. Неге осындай? Достар, осымен менің видеом аяқталды. Осы видеоны аяғына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Сондықтан да мен сіздерге комментарияға жауап беріп жүрмін. Және де қош, сау болыңыздар!